Сәлем құрметті менің оқырмандарым, сіздерге бүгін өте керемет әрі тез дайын болатын осындай жұмсақ шелпектің рецептімен бөлісетін боламын. Біздің шелпегімізге 600 грамм ұн қажет болады және 350-400 мг жылы су, жарты шай қасық ашытқы, жарты шай қасық тұз, 20 грамм сары май қажет болады және барлығын жақсылап осылай қолмен араластыра отырып жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Егер суыңыз аздау болса, аздап су қосып илеуге болады. Қамырымызды осылай толық жұмсақ қамыр болғанға дейін суымызды құя отырып илейтін боламыз. Егер бұдан да көп жасаймын, 2 жеті немесе 3 жеті шелпек салам десеңіз, осы шаманы 2-3 еселеп пісіре берсеңіз болады. Қамырымыз толық иленгеннен кейін жақсылап иін қандырып, бетін жауып 5-10 минутқа тағы да қалдыра тұрамыз. Қамырымыздың толық иі қанғаннан кейін қамырымызды бөліктерге бөлетін боламыз. Барлығын қажетті бөлігімізге бөліп алғаннан кейін күлшелейміз. Барлық қамырымызды осылай әдеттегідей бөліктерге бөліп, күлшелеп және біраз демалғаннан кейін барып жаюға кірісетін боламыз. Қамырымызды барынша жұқа жайған дұрыс, қалыңдау болса қаттылау болып қалуы мүмкін. Осылай кіші бөліктерге бөлдім, себебі менің пісіретін табамның диаметрі 23 см болғандықтан өте үлкен жасай алмадым. Егер сіздерде үлкендеу қазан болса, тіпті жақсы болады, үлкендеу етіп диаметрін жұқа етіп жасай бересіздер. Мен кіші бөліктерге бөліп және жұқа етіп жайып алдым. Көріп тұрғандарыңыздай менің қамырымның жұқалығы осындай болды. Және барлығын бірден жайып алмаймыз, каждыйын шетінен жайып отырып пісіретін боламыз, себебі алдын ала жайып қойсаңыз қатып қалуы мүмкін. Дайын шелпектерімізді алдын ала қызып тұрған майда пісіріп аламыз. Майымыз міндетті түрде қызып тұрған болуы қажет және шамамен жалпы алғанда 1 минут қана қуырып алатын боламыз, көп ұстамаймыз. Піспей қалады деп қорықпаңыздар, алдын ала осылай қызып тұрған майда тез арада аударып отырып пісіріп алатын боламыз және бізде осындай ақ түсті шелпек шығады. Бұл шелпектің бір ұнағаны қатпайды, жұп-жұмсақ болып тұрады және де лаваш сияқты ортасына варенье немесе қияр помидор салып жей береді. Міне достар, бізде осындай өте керемет шелпектер дайын болды. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Гүлназ ас болсын.